Саған достар, қараңыздар. Мынау не деп елестер жылтырап тұрған. Ё-майо. Күтпеген жерден алтын шыға келді. Ассалаумағалейкум, құрметті көрермен. Бүгін біз қопқа келдік. Қараңыздар, не таққанымды. Күміс сақина. Не таққанымды қараңыздар. Прикол мынау, таза. Қараңыздар. Қылыш. Сту алайын дедім. Әдемі пышақ екен. Бізде кезек табыс. Қараңыздар. Сигнал бойынша күміс қып көрді. Және күміс деп ойлаймын менде. Міне пробасы бар екен ішінде. 925. Күміс. Және бүгін біз мен өзім жақсы көретін режимім бүкіл металл 3 тондық. 3 тон деген. Және чувствительность 90, дискрим 11. Және частота 14. Қараңыздар достар, 80-90 высокий сигнал берді. Жоғарғы сигнал. Қараңыздар, не шығып тұрған. Күміс сақина. Бір тасы бар екен еще. Керемет достар, қараңыздар. Пробасын көріп тұрған жоқпын бірақ. Кілт. Мыстан жасалған кілт. Ямадан мынандай қорғасын шықты. Не таққан. Тиын тазалауға керек зат деп ойлаймын мен ойымша. Бұны жөндеп алуға болады. Тиындарды утенокқа салғаннан кейін қолмен ұстамас үшін осымен қысып алуға болады тиындарды. Мына жерін жөндеп алу керек. Саған достар, қараңыздар. Мынау не деп елестер жылтырап тұрған. Ё-майо.
күтпеген жерден алтын шыға келді. Мәссаған. Ура! Мәссін қараңыздар. Ауыр екен салмағы еще. Қазір пробасын қарап көрейін. Мен тазалай жүрейін бір. Міне достар, тазалап болдым. Бұның пробасын қарап көрдім. Пробасы 375 екен. Ол да жаман емес негізі. Жақсы, салмағы ауыр. 385 проба. Керемет. Сигналды жоғары көрсетті. Қазір көрсетейін сіздерге. Қараңыздар. Елу алты, елу жеті. Керемет. Мына достар, мына ямадан мындай бір сақина көрінді. Қараңыздар. Металы мыс немесе қола. Екеуін біреуі. Күміске ұқсамайды. Мына сақинаны қараңыздар. Мыжылып қалды қазу кезінде. Мыстан жасалған сақина. Және достар, крузер жайында айта кетейін. Маған бір ұнамағаны крузердің. Мысалы бір сигналды іздейсіз. Сосын қазу үшін бұны жаңа қоя тұру керек қой. Осылай қойған кезде, мынау шынтақ тірегіштер, осылар құлап кете береді. Яғни дұрыс ұстамайды. Бұл қысқа болып тұр асты. Ал мен симплексінде бұл дәуетін осы жақтар. Бұлай жерге қойған кезде осылайынан тұра қалатын. Және мен симплекске үйреніп қап, мынау крузерді қайта-қайта құлатып алып жатырмын. Осылай тастай салам. Сол кезде бұлай оңға қарай құлап қала береді. Осы бір айтайын деген. Және қараңыздар, мұнда екі болт бұрайтын тұр. Және бұл не үшін деп ойлайсыздар? Комментарияға жаза кетіңіздер, білетін адам болса. Достар, 5 түрлі сақина. Әлі қазір суретке түсіріп алатын боламын осылай. Қазір түсіріп алайын суретке. Міне достар, бізде күн батып бара жатыр. Яғни күн батып қойды. Достар, бізде қараңғы болып бара жатыр. Міне бүгінге ең соңғы табыс. Ол міне тиын. Және мына қараңыздар, бүгінгі табылған тиынның бәрі осында. 20 копеек, 5 копеек бәрі бар. Қазақстан теңгесі де бар арасында. Міне бүгінгі ең соңғы. 3 копеек 1967 жылғы. Болды, бүгінге осы, қайтып бара жатырмыз.